Достар, мен қатты қуанып тұрмын, потому что мен 2 ай аламай жүрген өзіме бір затқа ақшаны қиып кеше алдым. Сол эмоциямен, сол қуанышыммен сіздермен бөлісем деймін, я? Ендеше қазір мені қолдап отырыңыздар, бірге мына өзіме алған затты ашатын боламыз. Кеттік па? Пакетінен шығарып алайық. Бұл сумканы алайын деп жатқанда ойланып қалдым. Ұстадым да, блин, мынау кожада емес, просто мата екен ғой. И ішін аштым. Ішінде ешқандай даже бір штук замок жоқ. И қазір сендерге бірінші көрсетіп алайыншы. Тадам! Кеше маған ішін продавец көрсеткен кезінде бұда бір штук даже ішінде замок та жоқ, ішінде даже қалта да жоқ та. И мен ойланып қалдым. Так, просто мына қапшық сияқты, қапшықтың материалы сияқты сумкаға сен 1,5 миллион теңге төлеуге дайынсың ба? Может быть, бұл қажет емес, может бір кожаный аласың, может быть, хотя бы замогы бар, сумкаға ұқсаған зат алатын шығарсың деп өзім ойладым. Кеше алуға шешім қабылдадым. И менде сондай сомнениялар кетіп жатты. Жоқ, не стоит, бұны алма, бұл мата, бұны сен жаңбырлы күнде ұстай алмайсың, қар жауып тұрса ұстай алмайсың деген секілді. Dior деген вообще бренд әлемдегі тек қана принцессалар ұстаған, королевалар ұсталған бренд. Оны атап өтетін болсақ, принцесса Диананың бұл ең любимый бренді. Ол тек қана осы Dior'дың сумкаларын ұстайтын болған деп. То есть бір сәтке өзімді принцесса Диана сияқты сезініп соған қойдым да. Так, менің принцессадан қай жерім кем деп, сол кезде эмоциямен осыны алдым. Бірақ қазір ол эмоция, ол көңілге кеткен жоқ. Мен вообще өкінбеймін осыны алғаныма. Прям қатты қуанып тұрмын. И мен сұрақ қойдым, кеше айтпақшы оригинал и не оригинал затты салыстырдым, осы сумканы ашып. Оказывается, бұның тоқуында тоже разница бар. Мынаны тоқуға өте көп күн кетеді екен, и мынаны тоқыған кезінде 20 000 рет жіпті байлайды екен, оказывается. 20 000 рет байлаған кезінде жіпті осы сумка шығады. И олар маған кеше открытка берді. Бұл открытканы тоже арнайы мен үшін жазып, маған арнайы жазып, тоже жаңа жылмен құттықтап, бұның өзінің барлығы көңіл ғой. В общем, кеше мен өзіме осыны позволять ете алғаным үшін қатты қуандым, өзімді мақтадым, и өзім прям постоянно кешегі күніммен бүгінгі күнімді салыстырамын да. Аллаға шүкір, күн сайын, жыл сайын өсіп жатырмын. Бірақ шыны керек кезінде мен кредитім 10 миллион теңге болған, Вообще 1,5 миллиондық сумка емес, даже маған 10 000 теңгелік сумканы алу арман болған. Бірақ қазір өзімнің арман мақсаттарыма сеніп, отыра бермей, жылап, проблеманың ортасында, маған плохо, менің өмірімде ғана проблемалар бар деген секілді, өзімнің есімді жиып, алдыға жылжып, әрекет етуімнің арқасында міне осындай сумка алдым. Сосын бір нәрсе айта салайыншы. Мынандай нәрсе өтірік, мен сіздерге айтайын. Бұны мен ешқандай аффирмация айтып, армандар картасына жабыстырып, азаннан кешке дейін сол арман картасына сыйынып, немесе медитацияға 10 сағат отырып, медитацияға көзім жұмып, қиялдап алған жоқпын. Психологияны көп адам іс-әрекет жасамай, қиялдау арқылы нәтижеге, арманға, ақшаға қол жеткіземіз деп ойлайды. Ол нәрсе вообще жоқ. Аффирмация, медитация, армандар картасын жасап, соның ортасында отырсаңыз да 10 жыл әрекет жасамасаңыз, сіз мақсаттарыңызға қол жеткізе алмайсыз. Сондықтан да мен айтамын, сумка, әрине, ол нәрселердің барлығымен просто 1% инструмент ретінде қолдандым, бірақ 99% іс-әрекетпен қимылдау арқылы, жұмыс жасау арқылы қол жеткіздім.